Гаухар Айтназарованың жұмыс күні осы чемоданның ішіндегісін түгендеп, қызметке дайындаудан басталады. Қысқыш, қайшы, дактилоскопиялық бояу, ізалатын ұнтақтар, скотч, фольга. Оның жұмысы дәл осы құралдармен тікелей байланысты. Себебі ол сарапшы криминалист. Менің криминалистикада жүргеніме 6 жыл уақыт болды. Криминалистиканы таңдаған жоқпын. Негізі өзім дәрігер маманын таңдаған. Мен кеш келдім органға. Қонысымды аудардым. Мен өзім Тараз қаласынан Астанаға келген кезімде, бірінші жұмыс іздеп жүрген кезімде криминалистиканы таңдадым. Өйткені кішкене өзіме жақындау, кішкене ішінде медицина жағы да басымдау болғаннан кейін. Я прям чувствую себя персонажем старинного детектива, типа Шерлок Холмс. А я кто тогда, доктор Ватсон, что ли? Почему Ватсон? Инспектор Лестрейд. Шытырманға толы криминалистердің жұмысын біз әдетте тек фильмдерден ғана көреміз. Әсер алуын аламыз ау, бірақ осы бір мамандықтың байыбына барып түсіне бермейтініміз анық. Шынайы өмірдегі криминалистика үнемі кинодағыдай бола бермейтіні өз алдына бұл салада ерлермен иық тірестіре жүріп, әйелдерде қызмет атқарады. Оған бүгінгі кейіпкеріміз Гаухар дәлел. Алғашқы шақырту. Алғашқы шақырту менде өте қиын болды. Расында қорқақтап, Татьяна Александровна деген ең бірінші менің бастығым болған. Ол кісіге бірінші қоңырау шалдым. Сондағы ол кісінің берген күш-жігері бар. Сол күш-жігер бергеннен кейін, сол шақыртуға барып, қорқыныштың бәрін жеңіп, жұмысымды атқарып келдім.